кітап алтын қазына. Қазіргі таңда адамдар немесе оқушылар барлығы кітап оқудан алыстап кетті. Бұрынғы кезде біз кітап оқуды өте жарысатынбыз кітап оқуды. Қазіргі кезде кітапты оқуға оқушыларды немесе жас балаларды тартуымыз керек. Сондықтан кітап күш білімде, білім кітапта деп бекерге айтылмаған. Кітапханаларда өте көп жаңа кітаптардың топтамасы бар. Немесе бізде өте көп мерейтойларға арналған стендтер бар. Мектептерде оқуға құштар жобасы аясында оқушылар арасында кітап оқуды жарнамалау акциялары өткізіліп, олардың кітапқа деген сүйіспеншілігін артуға бағытталған іс-шаралар ұйымдастыруға болады. Сонымен қатар бук трейлер жасалып, кітап оқуға шақырамыз. Осы мерейтойларда бізде өте көп. Биылғы жылы бізде Шоқан Уәлихановтың 190 жылдығы, Міржақып Дулатұлының 140 жылдығы, Сәбит Досановтың 85 жылдығы, Бауыржан Момышұлының 115 жылдығы, Ілияс Есенберлиннің 110 жылдығы, Жұбан Молдағалиевтің 105 жылдығы және тағы да басқа ақын жазушыларымыздың кітаптары ұсынылады. Аудан кітапханаларында немесе облыстық көлемде, республикалық көлемде бір ел бір кітап акциясы өтіп жатыр. Онда биылғы жылы бізде Тәкен Әлімқұловтың кітаптары мен Жұмекен Нәжіменовтің кітаптары топтамалар ұсынады кітаптарына. Сонымен қатар бірге кітап мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бірге кітап оқу жобасы іске қосылды. Мұнда бұл жобада Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя, Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызық болжылар кітаптары оқуды тапсырылды. 14 ақпан халықаралық кітап тарту күні. Бұл біздің кітапханада осындай кітаптар тарту топтамасы ұсынылады. Сонымен қатар бізде кітап оқудың үрдісі осы Абай аудандық кітапханасына біз сіздерді шақырамыз. Өте көп кітапхана қоры бар бізде. Кітаппен дос болған адам дүниенің ғажабын танып біле алады. Сондықтан білімнің көкжиегін тек кітаптан ғана табатынымызды ұмытпайық. Абайдың ұлы мұрасы атты тақырыпта биылғы жылы Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына арналған көрме ұсынылады. Абайтану кітаптары топтамасы жаңадан шыққан топтама сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Сонымен қатар Абай Құнанбайұлы біздің Абайдың бас ақыны, қазақтың бас ақыны Абай болса, сонымен қатар Абайдың барлық кітаптары, қара сөздері, лирикалық шығармалары және тағы басқа Абай туралы жазған кітаптар осы қорда беріледі. Барлығыңызды кітап оқуға шақырамыз.